Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман. Ресми ақпараттарды әрдайым біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз қабатулы қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Ақтауда бұрынғы прокурор жанжал шығарып, соңы адам өлімімен аяқталды. Тергеу барысы бақылауда. Ақтау қаласындағы көңіл көтеру орындарының бірінде бұрынғы прокурор төбелес шығарып, соңы адам өлімімен аяқталды деп хабарлайды айқын.кз. Алдын ала тергеу мәліметтеріне сүйенсек, жанжал 10 желтоқсанда Ақтаудағы барлардың бірінде болған. Артынан төбелес шығып, жарақат алған ер адам 15 желтоқсан күні ауруханада көз жұмды. Күдікті ретінде бұған дейін прокуратурада жұмыс істеген ер адам қамауға алынды. Күдіктіге қылмыстық кодекстің 106 бабының 3 бөлігінде көзделген абайсызда жәбірленушінің өліміне әкеп соққан денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру бойынша айып тағылды. Соттың санкциясымен күдікті 2 ай мерзімге қамауға алынды. Тергеу барысы бақылауда делінген прокуратура хабарламасында. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой-пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.